Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Бүгінгі дүниетану сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі дүниетану сабағымыздың тақырыбы жыл мезгілдері. Сабағымыздың мақсаты жыл мезгілдерінің не екенін білетін боласың. Жыл мезгілдерінің ауысуына байланысты болатын өзгерістерді анықтауды үйренесің. Балалар, бүгінгі сабаққа жақсы тілегімді видео арқылы білдіргім келіп. Қайырлы күн оқушылар. Қыста дендерің сау болсын. Жылы киініп жүріңдер, қардай таза жүректерін әрқашан қуанышқа толы болсын. Көктемдей көңілдерің көтеріңкі болсын. Әр күнің гүлдей жайнап жақсылыққа толсын. Жаздай жарқын болыңда. Күн сияқты мейірімді, балмұздақтай тәтті күндер көп болсын. Күздей білімге толы болыңдар. Алтын жапырақтай табысқа жетіп оқуда озық болыңдар. Бүгінгі сабақта мен сендерге сәттілік тілеймін. Қайырлы. Тамаша балалар, осындай жақсы көңіл күймен ары қарай сабағымызды жалғастырайық. Қол шатырдағы тамшылар әдісі арқылы өткен сабағымызды қайталап өтейік. Бірінші сұрақ: көкжиек сызығы дегеніміз не? Дұрыс айтасыңдар. Көкжиек дегеніміз аспан мен жер немесе су беті арасындағы көрінетін шекара. Көкжиек сызығы дегеніміз жер мен аспанды бөліп тұрғандай көрінетін сызық. Екінші сұрақ: көкжиектің тұстары қалай аталады? Дұрыс айтасыңдар. Көкжиектің тұстары солтүстік, оңтүстік, шығыс және батыс. Үшінші сұрақ: бағдарлау дегеніміз не? Дұрыс айтасыңдар. Бағдарлау дегеніміз өз орныңды анықтап, көкжиек тұстарына қарай бағыт таба білу. Балалар, мен сендерге қазір жұмбақтар жасырамын. Табиғат атты ананың 4 бойжеткен қызы бар. Көркіде солар даланың, ісіне адам қызығар. Дұрыс айтасыңдар, бұл жылдың 4 маусымы. Келесі жұмбақ: бұлттар төніп, жерге төгіліп, дымқыл тұман басады. Шөп сарғайып, өні тайып, дала нұры қашады. Бұл қай мезгіл балалар? Дұрыс айтасыңдар, бұл күз мезгілі. Суда мұз бар, жерде қар бар, боран борап соғады. Бұл қай мезгіл болады? Дұрыс айтасыңдар, бұл қыс мезгілі. Қар, мұз еріп, су көбейіп, сай-салаға толады. Бүршік жарып, жарық ашып, гүл бәйшешек басады. Дұрыс айтасыңдар балалар, бұл бізде көктем мезгілі. Өрік, алма, жидек, жүзім піседі, қауын қарбыз, қияр, сәбіз дүкендерге түседі. Бұл қай мезгіл балалар? Дұрыс айтасыңдар, бұл жаз мезгілі. Балалар, осы 4 мезгіл туралы видеоны көруді сендерге ұсынамын. Балалар, бүгін біз жыл мезгілдерімен танысамыз. Бір жылда 4 мезгіл бар. Көктем, жаз, күз және қыс. Әр мезгілде ауа райы өзгереді. Табиғат та өзгеріп тұрады. Көктем келгенде күн жылына бастайды. Қар біртіндеп ериді. Жерден жасыл шөп өсіп шығады. Құстар жылы жақтан қайтып келеді. Ағаштар бүршік жарады, кейін гүлдейді. Жеңіл жаңбыр жауады. Көктем табиғаттың оянатын мезгілі. Балалар сыртта ойнап серуендейді. Жазда күн өте ұзақ әрі жарық болады. Ауа райы ыстық. Адамдар жеңіл киім киеді. Табиғат жасыл түске боялады. Жазда балалар суға шомылады, ойнайды, демалады. Жемістер піседі: қарбыз, қауын, жидектер. Көкте көбелектер ұшады. Күзде күн салқындай бастайды. Жапырақтар сары, қызыл, қоңыр түске айналады. Олар жерге түседі. Күз алтын түсті мезгіл. Күзде жаңбыр жиірек жауады. Адамдар жылырақ киім киеді. Балалар мектепке барады, жаңа оқу жылы басталады. Балалар аққала жасайды, шанамен сырғанайды, қармен атысады. Қыс көңілді ойындарға толы мезгіл. Үйлердің төбелері қармен жабылады. Қыста күн суық болады. Аспаннан аппақ қар жауады. Дала мамыққа оралғандай болады. Өзен көлдер мұздайды. Көктем табиғат оянатын мезгіл. Жаз ең жылы мезгіл. Күз жапырақтар сарғайып түсетін мезгіл. Қыс қар жауатын суық мезгіл. Әр мезгілдің өз ғажайыбы бар. Табиғат жыл бойы өзгеріп тұрады. Біз осы өзгерістерді бақылап, табиғатты жақсы көруді үйренеміз.
Бүгін біз 4 жыл мезгілін танып білдік. Әр мезгіл әдемі және ерекше. Табиғаттың өзгеруін бақылап, оны қорғауды үйренейік. Балалар, Жақсы балалар, біз сендермен 4 мезгіл туралы көп ақпарат білдік. Ендеше 4 мезгілге қатысты тапсырмаларды орындайық. Сәйкестендіру әдісі арқылы Wordwall платформасында берілген тапсырмамызды орындайық. Күз, қыс, көктем, жаз мезгілдеріне сәйкес суреттерді орналастыруымыз керек. Жапырақтар түсіп жатыр, бұл күз мезгілі. Қар, қыс мезгіліне жатады. Жаңбыр, күз мезгіліне жатады. Балалар шомылып жатыр, жаз мезгілі. Дұрыс айтасыңдар, бұл да жаз мезгіліне жатады. Күн шығып жатыр, бұл көктем мезгілі. Аяз ата мен шырша, бұл қыс мезгілі. Себетте жеміс жидектер, көктем мезгілі. Бас киім мен мойын орағыш, бұл қыс мезгілі. Күн, жаз мезгілі. Табиғат аясында балалар жүр, бұл жаз мезгілі. Балмұздақ, жаз мезгілі. Қолшатыр мен етік, күз мезгілі. Саңырауқұлақтар себетте, бұл күз мезгілі. Ақ қала, қыс мезгілінде жасаймыз. Бәйшешек, бұл көктем мезгілі. Ендеше жауаптарды тексерейік. Жақсы балалар, тамаша. Барлық тапсырманы дұрыс орындадық. Келесі тапсырмамыз. Әр қатардағы артық сөзді тап. Қар, боран, шомылу, аяз. Дұрыс айтасыңдар. Бұл жерде артық сөз шомылу. Келесі. Гүл, күн, қар, көбелек. Дұрыс айтасыңдар. Бұл жерде қар артық сөз болады. Келесі қатар. Жапырақ, жаңбыр, құм, тұман. Дұрыс айтасыңдар. Бұл жерде артық сөз құм. Шөп, шомылу, қар, балмұздақ. Бұл жерде артық сөз қар балалар. Яғни 4 жыл мезгіліне берілген артық сөздерді таптық. Келесі тапсырма. Сөйлемдерді толықтыр. Қыста ауа райы қандай болады балалар? Дұрыс айтасыңдар. Қыста ауа райы суық болады. Жазда балалар не істейді? Дұрыс айтасыңдар. Жазда балалар демалады, суға шомылады, ауылға барады. Көктемде нелер гүлдейді? Көктемде гүлдер гүлдейді. Күзде ағаштағы нелер түседі? Дұрыс айтасыңдар. Күзде ағаштағы жапырақтар түседі. Балалар, бүгін сендер жылдың 4 мезгілі туралы көп ақпараттар білдіңдер. Күз, қыс, көктем, жаз. Бүгінгі сабағымызды қорытындылау үшін біз сендермен Wordwall платформасынан тағы бір тапсырмамызды орындайық. Мен сендерге сөйлемдерді оқимын, сендер сол сөйлемдер қай жыл мезгіліне сәйкес келеді, соны айтасыңдар. Қар ериді, құстар оралады. Дұрыс айтасыңдар. Көктем. Жапырақтар сарғайып түседі, егін орады. Дұрыс айтасыңдар. Күз. Күн ұзарып, өсімдіктер тез өседі. Жаз мезгілі. Күн суық, қар жауады. Қыс мезгілі. Дұрыс айтасыңдар. Тексеріп көрейік. Тамаша балалар. Біз сендермен тапсырмаларды дұрыс орындадық. Балалар, бүгін біз сендермен жыл мезгілдері туралы өттік. Күз, қыс, көктем, жаз. Осы мезгілдерде қандай өзгерістер болатыны туралы айтып өттік. Бүгінгі сабағымыздың мақсатына жеттік деп ойлаймын. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Қош, сау болыңдар.